Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бас ми анемиясы және гиперемиясы. Бүгінгі сабақта бас ми анемиясының туындау себептерін, клиникалық белгілерін, емдеу және алдын алу шараларын, және де бас ми гиперемиясының бас ми анемиясынан айырмашылықтарын, клиникалық белгілерін қарастыратын боламыз. Бас ми гиперемиясы дегеніміз не? Ми қабы мен қабығының қатты толуымен сипатталатын ауру, артерия қанымен толуы белсенді гиперемия, ал вена қанымен толуы белсенді емес гиперемия деп аталады. Себептері: белсенді түрі ауыр жұмысқа салғанда, жыныс рефлексі қатты қозғанда, организмге қатты ыстық әсер еткенде, құрсақ қуысындағы қысым жоғарылағанда пайда болады. Белсенді емес веналық түрі бауыр көк тамырында қанның қысымы жоғарылағанда, жүректің сыртқы қабы жарақаттанғанда, мойын күре тамыры қамытпен қысылғанда байқалады. Дамуы: белсенді түрінде бас сүйегінің ішкі қысымы жоғарылайды, нерв орталықтары тітіркенеді, қозу процесі тежеу процесінен басымырақ болады. Белсенді емес веналық түрінде нерв орталықтары қайта тітіркенуден әлсірейді де, онда тежеу процесі басымырақ болады. Клиникалық белгілері: белсенді түрінде малда қозу процесінің белгілері агрессия түрінде білінеді. Жүрек соғысы қатты естіледі, қан тамыры қанға толған, жүректің екінші сазы жоғары. Ауру мал ширыққан, тыныс алудың ритмі бұзылған, қозу, күйзелу процестері алмасып отырады. Веналық түрінде сыртқы ортаның әсерлеріне реакция нашар, ауру мал көбінесе ұйқылы ояу, рефлекстері төмен, әлсірегендіктің салдарынан бағытты қозғалуы өзгереді. Анықтау үшін анамнезге, клиникалық белгілері мен офтальмоскопияның нәтижесіне сүйенеді. Емі: аурудың себептерін жою керек, бас сүйегінің сыртынан суық су, мұз ұстау керек, венаға хлор алгидрат, бромидтер, еттің ішіне күкірт, қышқыл, магнезин, люминал ерітінділерін береді. Веронал, мединалды тыныштандыратын, ұйықтататын дәрілерді беруге болады. Веналы түрінде кофеин, камфора, оймақгүл тұнбасы және де тағы басқа дәрілерді қолдануымызға болады. Сақтандыру шаралары: малдарды жұмысқа пайдалану тәртібін сақтауымыз қажет, оларды шағылыстыру науқанын дұрыс ұйымдастыру қажет, және де жегілетін малдардың қамытын дұрыс талғау керек болып табылады. Келесі ауру бас ми анемиясы. Бас ми қабының қанмен қамтамасыз етуінің жеткіліксіздігінен, оның атқаратын қызметінің төмендеуімен сипатталатын ауру болып табылады. Көбінесе жұмыс аттарында жиі кездеседі. Себептері: қан тамырларының жарақаттануынан малдың көп қан жоғалтуы, жүрек қан тамырлар қызметтерінің жеткіліксіздігі, ұйқы артериясының қамытпен қысылуы, ішкі ағзаларға қан көп кетіп, бас миға аз келуі себеп болады. Клиникалық белгілері: ауру мал әлсіз, жүрісі шатқаяқтанған, шартты рефлекстері төмен не жоқ, тамыр соғысы жиі, толқыны кішірейген, ұйқылы ояу не терең ұйқыда. Ауруды анықтау үшін анамнезге, клиникалық белгілеріне сүйенеді. Офтальмоскоп арқылы көз айнасы мен көз түбін тексергенде, ондағы қанның аздығы және де көру бүршіктерінің бозарғаны байқалады. Емдеу: ең алдымен себептерін жойып, рационын реттейді, желдетілген таза бөлмеге орналастырады. Аққан қан болса, оны тоқтатады. Венаға глюкоза, кофеин қосып, хлорлы натрий, хлорлы кальций ерітінділерін, қоздырғыш немесе жүрекке әсер ететін дәрілерді жібереді. Малдың басына жылулықпен әсер етеді. Аурудан сақтандыру үшін қандай шараларды қолдануымыз қажет? Жұмыс малының қамыты дұрыс болуы керек, иттердің мойын жіптерін дәлдеп алады, қан аққанда уақытында емдеп тоқтатады, алдыңғы қарыншақтардағы құрсақ қуысындағы газдар мен сұйықтарды аз-аздан ақырын шығарады.
Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.